Жалпы негіз бұл Сәке сізге сұрақ ретінде қойын. Бұл жалпы ЛГБТ деген ұғым қайдан шыққан нәрсе? Бұның тарихы қалай? Бұлар қайдан пайда болды? Жалпы енді мына дүние өзі күпірлік пен иманның соғысынан тұрады. Иман мен күпірліктің және азғындық пен ізгіліктің соғысы болып саналады. Сондықтан да бұл екі ұғым үнемі біздің сахнамызда болып келген, жалпы тарихта Адам алейхиссаламнан бері келген кезде ібліспен басталған бұл соғыс әлі күнге дейін, қияметке дейін жалғасады. Сондықтан да бұл енді ЛГБТ-ның тарихына түспестен бұрын бұның артында кімдер тұрған деген сұрақ бірінші туындау керек. Себебі бұл ЛГБТ-ның артында негізінен осы азғындықтың, былайша айтқанда күпірліктің ошағы саналатын үлкен жаһандық күштер бар. Бұл қай заманда да болған, яғни бұны бір іблістің әскері десек те болады. Олардың жалғыз мақсаты жалпы күллі әлемге бір үстемдік құру, бір жүйе қалыптастыру, және де бүкіл мемлекеттер мен адамдарды өзіне бағынышты қылып, соған өздеріне сай қызмет еткізіп, әрі өздерінің көздеген мақсаттарына қол жеткізу. Ол бұл әлемге бірінші билік жүргізу, екіншіден күллі жер асты, жер үсті байлығының барлығын иемдену негізгі мақсаттары. Бұл топ жалпы енді қазіргі уақытта медиада бұны масондар дейді, немесе сионистер дейді, немесе бұл әлемде бір жаһандық жүйе қалыптастырғысы келетін топтардың олар өздерін бізде бір мемлекет бар деп сенемейді, ол өздерін шектемейді. Біздің мемлекет, біздің ақшамыз қай жерде жүрсе, біздің қолымыз қай жерге жетсе, сол біздің билігіміздің астында деп қабылдайды. Енді осылардың о баста шығарған бір жобасы негізі ЛГБТ. Мемлекеттік жүйеге қарсы ғой сонда жалпы. Бұл әлемдік әділеттілік жүйесіне қарсы бір жүйе. Яғни бұның зұлымдықтың жақтасы әділеттілікке қарама-қайшы әрекет етіп жатқан бір жүйе қалыптасқан. Бұлардың енді қазіргі ЛГБТ-сі, мәселен, лесбиян, гомосексуализм, бисексуал, трансгендер дейді. Бұларды артында тұруының себебі не деген енді сұрақ туындайды. Бұның артында тұру себебі кез келген мемлекет жалпы отбасылық институттан тұрады. Яғни бір отбасы сау болса, сау бір отбасы қалыптасса, бұның мемлекеттің де әрі қарай дұрыс сау қоғамда былайша айтқан кезде аяқтан тұруына, өркендеуіне, гүлденуіне бір үлкен мүмкіндік. Сондықтан да мемлекеттерді бірінші іштен іріту үшін отбасыны, яғни отбасылық институтты құртуға бұлар бағытталған проектілер жүзеге асырып жатыр. Солардың ең сойқаны да қазіргі күні ЛГБТ. Яғни бізде мәселен отбасында әке бар, шеше бар деген ұғымның барлығын жою. Жақында ғана мәселен мама деген сөзді алып тастайық деген бір ұран тастады бұлар. Кәдімгі проект ретінде жүргізіп жатыр. Міне осыдан ақ көруге болады бұлардың артында тұрған ниетті. Енді бұлар мәселен Америкадан бастау алады негізі, енді өйткені себебі олардың жаңағы топтардың, жаһандық күштердің шоғырланған аймағы сол Америка болғандықтан, доллар қолдарында болғандықтан, сол жерде шоғырланғандықтан үш жерден бастады бұл проектіні. Негізі 1960 жылдар. Жалпы бұрын Америкада мәселен ол жерде де адамдық кәдімгідей принциптер болатын. Яғни әдеп принциптері болатын. Оларда да тыйым болатын. Мәселен етекке дейін жабу мәселесі, арсыздыққа бармау мәселесі, тіпті мәселен Голливудқа дейін оларда кино саласының өзінде белгілі бір кәдімгідей цензуралар болған. Оның артында тұрған шіркеу болатын еді. Яғни бір дін өкілдері белгілі бір кино саласына не қойған? Шекаралар қойған, шектеу қойған. Ол жерде сіз порнографияны насихаттамайсыз, қылмысты насихаттамайсыз, есірткіні насихаттамайсыз. Яғни күл адамзаттық бір принциптерге қайшы нәрселердің бәріне тыйым салған. Алайда кейін Голливуд мәселе бөлініп шықты, бірнеше студия болып, сонау ана Мексикаға жақын бір шекараға барып орналасты да, егер де бұларды қуып келген жағдайда шекарасын өтіп кете салып, сөйтіп құтылып кету мақсатымен бұларға қарсы бір бас көтеріс басталды. Тура сол кездерде де міне осы уже мынау азғындық басталғаннан кейін ЛГБТ-да 1960 жылдары өздерінің гей барларын құра бастады. Бұл барды кәдімгі жиналады. Бізде мәселен Қазақстанда, мәселен Алматының өзінде қаншама гей барларымыз бар. Мәселен парадқа жиналуға шақ қалып тұр. Мәселен бірнеше рет көрді. Ең соңғы мәселен 8 наурызда арасында жүрді. Ол қазір тақырыпқа келеді, феминизм мәселесінде. Сол кездің өзінде бұлар 60 жылдардан бастап осындай гей барларда жүріп үнемі жаңа бұларға қарсы полиция рейд жүргізетін болған. Кейін 1969 жылы 28 маусымда бұлар осы полицияға қарсы тұрады. Кәдімгідей арада ереуіл шеру өтеді, полицияның шамасы келе алмай қалады.
Содан нәтижесінде бұлар кәдімгідей күш алып, өйткені яғни жекелеген адам бұл мәселеге бармайды, артында тұрған күшіне сеніп барады, бұл қаржыға сеніп барады, екпінге сеніп барады. Соған сеніп бұлар кәдімгідей көтерілді. Бара-бара 1960 жылы бір полицияға қарсы шығып, бұларға шамасы жетпегеннен кейін әрі қарай мынау Америкада психиатрлар қауымдастығы деген бар. Американдық психиатрлар қауымдастығы. Бұлар кәдімгідей өздерінің психикалық бұзылулардың диагностикалық және статистикалық нұсқаулық деген кітабы бар. Яғни DSM дейді бұны психиатрияда. Бұл жерде барлық психиатриялық патология дейді, ауытқушылықтардың тізімі. Яғни сол кітапқа қарап, бұл жерде емделу қалай болады, бұл қандай белгілері бар, қалай деген толықтай тізім бар. Міне сол тізімнің ең алғашқы басылымда бұл жерде қауымдастық жиналады, талқылайды, қайсыны кіргіземіз, қайсыны шығарамыз деген мәселе болды. Сол кезде бұлар гомосексуализмді бұл жерде жаңа гейді, лесбиянды, бисексуалдарды парафилия деп атаған. Яғни жыныстық ауытқушылық деп атаған. Психологиялық. Психиатриялық, тіпті ондай емес, жыныстық ауытқушылық деп. Кәдімгі бұл үлкен олар үшін айыптау, былайша айтқанда айыптау емес, солардың өзі шынайы негізі анықтамасы еді. Содан не істейді? Бұл кезде алады да бұл жыл сайын негізі болатын қауымдастықтың жиыны. Бұл осы 70-ші жылдары болды, одан кейін 71-ші жылдары болды. Сол кезде бұлар жыл сайын бас қосады да бұл жерде талқылау жүргізеді. Сол кезде осы гей қауымдастығы бұларға қарсы кәдімгідей шабуыл жасап, полиция бұған бой бермейді, кейін қауымдастыққа кіреді. Кәдімгідей жиындардың ішінде Сан-Францискода есікті жұлып кіріп, микрофонды алып, бұлардың бәрін жаңағы сол жерде бытшысын шығарады жиынның. Сосын айтады, психиатрия біздің ашық жауымыз дейді. Оның ішінде жаңағы өздерінің белсендісі бар, жаңа Фрэнк Камени деген, сол жерде микрофонды жұлып алып психиатрлардың алдында айтады. Бұлар біздің нағыз жауымыз, психиатрия біздерге ашық соғыс жариялады, сіздерге де мәлімдеймін, біз бұларды өздерінің ашық жауларың деп біліңдер деп мәлімдеме жасайды. Осыдан келеді, не істейді? Бұлар амалсыздан келесі жиында, уже DSM-нің екінші нұсқаулығында бұлар амалсыздан бұны жұмсартуға мәжбүр болады. Шарасыздан. Онда жыныстық бағдардың бұзылуы деп қана береді. Яғни басында мәселені білесіз, парафилия, уже бұзыла бастады. Басында олар таза патология еді мәселе. Содан бұған да келіспейді, бұлар әлгі дейін, яғни әр жыл сайын осындай жиынның үстіне баса көктеп кіреді бұлар. Содан бұлар еңісінде үшінші кезең дейді, бұл DSM-нің 2R деген нұсқасында бұны тағы да жеңілдетеді. Бұны алады да эго-дистониялық гомосексуализм дейді. Бұл дегеніміз, яғни жыныстық, былайша айтқан кезде қалаушылық, яғни өзінің жынысын ауыстыруға деген бір желание дейді, қалаушылық деп. Әркімнің мәселен қалауы бар ғой, мәселен тамақ ішуге деген бір сондай желаниясы, қатты бір желаниясы болады. Мәселен тамақ ішуге қатты бір қалауы болады, бірақ оның мәселен ешкім тосқауыл болмайды. Ұйықтауға деген бір қатты қалауы болады адамның. Оның үшін, яғни бұл да сондай дәрежеге жетеді, бұл бір жынысын ауыстыруға деген бір қалаушылық деген дәрежеге жетеді. Ең соңында, мәселен, бұл DSM-2-де болса, соңында тағы бір жиында 71-ші жылда, бұлар толықтай бұның барлығын алып тастайды кітаптан. Яғни қазіргі басылымы уже 5-ші шығып жатыр бұл DSM-нің мәселен. Бұл тізімде жоқ гомосексуализм, ЛГБТ қауымдастығы. Яғни не деген сөз? Бұл қалыпты бір адамдар, нормал дейді ғой, яғни нормальный, былайша айтқан кезде қалыпты жағдайдағы бір адамдар деп ғана қабылдады. Енді бүгін не істеді? Екінші этапқа келді бұлар. Бұлар енді осыны алды, өздерінің ауру емес екендерін дәлелдеді, шығарды, мәжбүрлі тұрғыда өздерінің тарапынан, яғни артындағы күшпен бірігіп. Екінші мәселе енді бір жыныс некенін заңдастыруға кірісті. Яғни қазір заңдастыру үстінде мен сізге айтайын, мәселен соңғы 20 жылдың ішінде бұл ең бірінші заңдастыру негізі Нидерландыда болған. 1900 қазір айтам 2000 жылдары болса керек, 2000 жылы Нидерландыда бұл кәдімгідей ең алғаш бір жынысты некелерді заңдастырылды. Содан бастап арада 20 жыл өтеді, 20 жылдың ішінде 28 мемлекетте бір жыныс неке қабылданады, заң туралы. Ойлаңыз, 20 жылдың ішінде қалайша қарқын алды 28 мемлекетте, бұлардың не деген сөз өтеді, әмір жүреді, бұлардың былайша айтқанда қарамағында артындағы жаһандық күштің деген сөз. Ал енді 34 мемлекетте бұл қандай да бір неке болсын, бұған нейтральный қарайды, мойындалады дейді мәселе. Екеуі келді, екі еркек
біз оған заң тұрғыда тыйым жоқ, бірақ мойындаймыз, қия береді да мәселе. Сондықтан да бұл мәселенің барлығын айтып отырған себебім, яғни түп тамырында, яғни бұл жерде біз қазіргі күні ЛГБТ-мен күресіп жатырмыз деген нәрсе, ол жай ғана нәрсе. Біз негізі оның артындағы күшке, былайша айтқанда, қарсы бір майдан, бұл негізі жүріп жатқан иман майданы. Сол майданда мәселен өкінішке қарай қаншама халық нейтралды зонада тұрып жатыр. Біздің елдің өзінде. Мәселен, осы жақында бір пост жаздым, мынау попит деген қазір анау антистресс ойыншықтар бар ғой. Сол ойыншықтарға байланысты түсінің барлығы осы ЛГБТ-ның туы түстес. Яғни бүгінгі кемпір қосақ. Сол кезде енді өте қатты талқыланды, енді өзім таң қалдым. Мәселен, мынандай осыншалықты талқыланады деп ойлаған жоқпын. Яғни 2000-ға жуық лайк жинады бір пост, енді көп оқырманым да жоқ. Соның 300-ге жуық пікір жазылды, 7300-дей адам бөлісілді бұл. Енді статистикамды қарасам, яғни 70% астам адамы маған жазылмағандардың ішінен. Содан басталды ғой негізі. Одан кейін КТК телеарнасы бұл ойыншықтың жаңағы аутизммен ауыратын балалардікі деп шығарды. Одан кейін Тенгриньюс бұны ақтап шығарды. Мәселен, эксперттердің бұл ешқандай бір несі жоқ, зияны жоқ бір ойыншық деген секілді эксперттің сөздерін бір ойыншықтың үстінен, егер де бұл мәселен қарапайым жай ғана бір дүние деп қабылданған кезде бұндай тартыс болмас еді. Бұндай қарама-қарсы бір ойыншықтың төңірегінде бір еліміздің өзінде мәселен бірнеше жаңалық шықты осы посттан кейін. Сол пікірлерді оқып отырсаңыз, нейтралитет көп. Кемпір қосақта тұрғандай бар, ол түс қой, кездейсоқ қой. Кездейсоқ емес бұл негізі. Бұл таза баланың санасын осынған кішкентайынан бастап бейімдеу. Бұны ЛГБТ мәселен кемпір қосақ деп қабылдамай, кемпір қосақты біздің туымыз дейді. Мәселен, өткенде сіздер қарсы шыққан екі әйел, феминитаның Қызылордаға барады, видеосы шықты ғой мәселен. Соны жаңа сәлем достар дейді, Қызылордаға келдік, өкінішке қарай туымызды ұмытып кетпіз, бірақ сонда да көңіл күйімізді түсірмейміз. Қараңыздар дейді, Қызылорданың бір көшесінде кемпір қосақты түстеспай безендірілу тұр екен да, міне Қызылорда бізді өзіміздің туымен қарсы алды дейді. Енді Қызылорда жерде бәлкім білмеймін енді қандай ниетпен соны безендірді, ол оның ойында болмауы мүмкін, бірақ бұны ЛГБТ меншіктеді өзіне. Ол саналы тұрғыда. Біздікілер мәселе бұл кемпір қосақтың түсі ғой деп отырғанда, олар өзін прайд дейді мәселен, олардың кемпір қосақты өзіміздің туымыз деп алады. Енді Американың өзі мәселен білесіз, елшілігі бізде бір емес 3-4 рет қатарынан жыл сайын бұларға бір солидарность ретінде, енді ол түсінікті, өйткені бағанағы тарихына үңілсеңіз түсінікті жағдай өзінің елшілердің сыртынан ілуі. Енді бұған бейжай қарайға болмайды деп айтамыз. Себебі мәселен Фокус деген фильмді көрген шығарсыздар. Фокус деген фильмді көрсеңіз, мынау қарақшы ұрылар өздерінің құрбандары ретінде бір байды, қытайлық бір байды түсірмекші болады. Сөйтіп үлкен жаңағы футбол алаңында, оларды соккер дейді, соның алаңында бір не жасайды, бәсті кетті онымен. Сөйтіп айтады, сен бір сан ойлап, ойла дейді, көзілдікпен қарадан ойыншылардың санын ойла дейді тек қана. Мына әйел қасындағы дейді, анау қатысы жоқ бір әйел болып тұр, сені қандай сан ойладың, соны табады дейді. Яғни бұндай бәске қалай барып отыр деген сұрақ, анау келсе кетеді, үлкен ақша тігіледі. Сөйткен кезде ана ойлайды бір санды, ана қыз тура табады. Таң қалады бұл қалай. Сөйтсе түп сананы алдын ала программалау жүргізілген. Фильмді көресіздер қалай программаланды. Ана қонақ үйге келгеннен бастап ресепшннің жаңағы алдындағы көз алдында 55 деген сан таңдайды ол. 55 деген сан. 55 деген санды люстраға да қояды. Мына жерге жаңағы швейцардың жұлдызшаға несіне значогына 55-ті қояды. Лифтіға кірген кезде 55 деген сан мәселен. Неге кірген кезде барға келген кезде ана қытайша 55 деген қытайша ву деген сөз екен да мәселен. Бірақ ән бар екен де ву дейді. Бірақ ананың санасы ол 55 бұрып жатыр да мәселен қарасаң. Ақырында анау келген кезде 55-ті көрген кезде бұл бейсаналық тұрғыда сол сонды көзіне оттай басылды. Автомат тұрды соны ойлады да. Бұл не деген сөз? Яғни бұлар ертең күні алдымызға ойыншықтан бастап келді. Бала ана жарайды қарамау мүмкін, мән бермеу мүмкін, бірақ бейсан түп санадағы бұл программа жүріп жатыр қазірден бастап. Ертең күні бұлар туын желбіретіп көшемізде жаңағы парадтарын салып жүрген кезде бұларға қарсы реакция беретін ұрпақ таппай қаламыз. Қалыпты жағдай болып қалады. Бұл қалыпты жағдай болып қалады. Бұның туы желбіреген кезде жетеді, мәселен Түркияның өзінде бәрі қазір анау қолшатыр ұстап алған осылар осы өндіріске кәдімгідей кемпір қосақтың түстесінде қолшатыр өндірген. Әркім ұстап жүр қолшатырды. Халық білмеу мүмкін, бірақ бұның артында сана жүріп жатыр. Бірнеше жазылды, айтылды, түсінбей жатыр. Біздің мақсатымыз сол еді, ұрпақтың
осы нәрседен сақтайық, бейсаналы түп санасында программалап жатыр, жұмыс істеп жатыр, бұған тосқауыл болайық деген бір мақсатымыз болған еді. Бірақ талай тепкі көрдік, талай мәселен анти пікір алдық, бұған еш өкінбейміз. Ең құрғанда бір ата-ананы оқығаннан кейін бәрібір ойланады, бәрі ойында бір қалады. Алсам мынау ертең күні, өйткені ешкім қаламайды баласының гей болғаны, ешкім қаламайды лесбиян болғаны, бәрі ең құрғанда бір сана қалыптасты деп ойлаймыз. Негізі қысқаша тарихы, яғни артында тұрған күштер жайлы бір мәлімет осы. Енді ары қарай бағдарлама барысында тағы да айта жатармыз. Алла разы болсын, Сәке. Керемет мағлұматтармен бөлістіңіз.